Selam барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Қалайсыздар, жайларыңыз қалай? Даусым қалай естіліп тұр ма? Даусым жақсы естіліп тұрған болатын болса, даусым естіліп тұр деп жазып жіберіңіздер. Менде экран кішкене қараңғы, шыбындар ұшып жатыр. Лайк басып жіберіңіздер, комментарий жазыңыздар. Өздеріңізбен кішкене әңгіме, үлкен сұхбат құрамын. Bir 5-10 minut үйге кірмес бұрын. Көп болмайды. Сондай. Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Менде телефон арқылы да и посторонний программамен кіріп жатырмын. Поэтому мынаны басу керек, ал менде экран қарауытып тұр, күн түсіп тұр. Шөлдетіп қой. Канадаға рабочий виза туралы айтқым келіп тұр. Бүгін азанда бір кішкене статистикаларды оқыдым. Қандай елден көп, 55 мың, 60 мың адамдай барады ғой жыл сайын Канадаға. Сонымен қатар Америкаға да. Америкада, конечно, кішкене Канада секілді емес рабочий виза жасату программа бар. STEAM деген Science, Technology, Engineering, математика, сондай мамандықтары бойынша жеңіл түрде H1B, H2B рабочий визаларын алуға болады. Және де Канадада бұнымен выбор көп жұмыс істеуге болатын болсаңыздар. Кішкене базовый түрде ағылшын тілін білетін болсаңыздар. Не болып жатыр мынау бізде? Тоқтасай. Свет түспей жатыр ма? Кішкене түрде ағылшын тілін білетін болсаңыздар, онда мүмкіндік бар кез келген адамға оқуға, жұмыс істеуге, даже ауыр жұмыстар, қара жұмыстарды істеуге болады. Статистиканы қарап жатырмын. Қандай елден көп барады? Сонда ең көп не екен? Именно және Science, Technology, Engineering, математика саласы бойынша ең көп баратын елдердің қатарында бізде бұл Индиядан өте көп барады. Неге деп, почему бізде ондай нәрсе аз деймін да, мен, редко естіппін. Білемін, атомный энергия саласында, рабочий визалық жұмыс істеген адамдар, Google'да, Booking.com'да әртүрлі. Редко естіп жатамыз да, жаңалықтарға шығып жатады да, біздің қазақстандықтардың бәрі оны репост етіп, қуанып, бөлісіп жатады. Вот, осындай қазақ бар екен. Біздің қазақтар ақылды, біздің қазақтар осындай дүниежүзін бағындырып атыр деген секілді. Дүниежүзін бағындырып атқан еш нәрсесі жоқ. Сіздер индустарды қараңыздар. Жыл сайын почти 200-300 мың адам шетелге осындай Google деген компанияларда енді оны емес, именно бағанағы айтқан Science, яғни білім, ғылым, технология, инженерия, математика саласында сол жақтан өте көп. Басқа мемлекеттерден де өте көп, Ресейден де өте көп. Мен содан кейін уже убедиться еттім. Бізде, особо қатты ондай, олармен конкурировать ете алмаймыз. Сонда бет қарап отырсам, жалпы бізде никак қызықпайды ғой. Білімге, ғылымға. Жалпы бағана мен, кстати, мына жерде самолет ұшып баратыр да. Самолет ұшып баратыр арттан. Сөйтіп, бір жерде тұрдым да, не қылып, суретке түсіріп, видео істеп тұрдым да. Самолет ұшып баратыр екен, самолетті түсірейін деп тұрған едім, сөйтіп. Ана самолеттің дыбысын естейін деп ойламадым, көлбемін, бірақ кәдімгідей едәуір аспанға көтерілгеннен кейін барып, бір 6-7 секундтан кейін барып, мен самолеттің дыбысын естідім. Сонда білесіздер ма, дыбыстың жылдамдығы ол? Кеше Ресейде соғыстарда бар ғой, истребительдер бар ғой, Ресейдің истребительдері там. Дыбыстың жылдамдығынан да тез ұшатын Ресейдің истребительдері бар.
сол адамдардың бәрі бүйтіп тестировать етіп тұр да, ана истребитель бұл деп ұшып кетеді да, и артынша дыбыс келеді ғой. Истребитель дыбыссыз ұшып кетеді да, аспаннан бүйтіп фук өткізіп. Бүйтеді артынан бар у деген дыбыс келеді. Сонда дыбыстың өзі истребительді қуып жете алмай жатыр да. Истребительдің дыбысының өзі. Вот осындай. Одан кейін күннің жылдамдығы деген бар, 300.000 км секундына. Мысалы, мынау күн бар ғой, мына қазір көріп тұр ма аспанда, иә? Күн бар ғой. Бұл күн 8 минут бұрынғы жарық. Күннің біз 8 минут бұрынғы түрін көріп тұрмыз қазір. Қазір күн аспанда жоқ болып кетті деп елестетейік, просто фантастика, иә? Аспанда күн бір моментте жоқ болып кетті дейтін болсақ, біз оны тек қана 8 минуттан кейін ғана білеміз. 8 минуттан кейін ғана жерде қап-қараңғы болады. Оған дейін күннің жарығы спокойно жетіп тұра береді. Потому что жарықтың жылдамдығы 300.000 км сағатына. Күннің арақашықтығы жерден 150 миллион километр, қателеспесем, ең жақыны, иә? Тамыста орбитада өз кейде алыстайды, кейде жақындайды ғой. Осындай. Поэтому 150 миллион километрді жарық жету үшін 8 минут уақыт керек. 7 минут, там, 50 с чем-то секунд. Осындай. Енді аспанда кейбір нелер бар, мысалы, жұлдыздар бар ғой, түнде қарайтын болсақ, мысалы, ауыл жаққа барып, аспанда жұлдыздар бар, ол кейбіреулері жұлдыздар емес, ол кейбіреулері галактикалар. Яғни кәдімгі үлкен галактикалар. Сол галактикалардың, мысалы, ең жақын галактика Андромеда галактикасы, соның жарығы бізге жету үшін 2,5 миллион жыл керек. Иә, дұрыс қой, иә? Жоқ. 2,5 миллион световой год деді ғой. 2,5 миллион световой год болатын болса, ара қашықтығы 2,5 миллион бола ма сонда? Короче, миың жетпейді да ондай нәрсеге, но миллион жыл бұрынғы түрін көріп тұрмыз да біз оны. Миллион жыл бұрын бізде не болды? Динозаврлар точно өліп қалған. Млекопитающий, адамдардың бәрі әлі бір кішкентай қауымда ешнәрсе дамымаған заман ғой енді. Сондай заманда түрі қандай болды, соны біз көріп тұрмыз да. Сонда сол галактикаға, допустим, айтайық, қазір біз барамыз. Сол галактикадан барып, сол жерден пайда бола алдық дейік та. И жерге қарайтын болсақ, сонда біз жердегі мықты телескоппен қарайтын болсақ, сонда жерде бір даже динозаврларды көруге болады деп ойлаймын да. Короче, бұл ғылым деген өте күшті нәрсе, бұның шегіне жете алмайсың. Енді мен бір қызығын не алатын болсам, бізде көп балдармен осыны әңгімелескім келеді ғой. Енді оның барлығы айтады, бір Алланың қолында ғой, бір жаратушы ғой жасаған дейді да. Содан кейін деп үйтіп та бүйтіп қоя салады, короче, и все. И ғылыммен, как бы зерттеумен айналыспайды да, хотя, мысалы, білім, ғылым ол айтады, ну, хорошо дейді. Дінді ешкім отрицать етіп атқан жоқ қой, әрине, оның мүмкін барлығын бір нәрсесі бар. Но математикада, мысалы, қарап отыратын болсам, бұл бәрі қызық нәрсе емес па, неге осының бәрін зерттемеске? Жалпы, бізде қазір ана Балли бар ғой, Индонезияда. G20 мемлекеттердің саммиті болып жатыр. Дауыс нормально естіліп тұр ма? Нормально естіліп тұр. G20 мемлекеттердің саммиті болып жатыр Индонезияда. Сол жерде соған бұқаралық ақпарат құралдарын тіркеу бойынша мен хабарласып жатырмын. Біраз таныстарға, телеканалдарға, Қазақстандағы. Сөйтіп, освещать етуге переводчикпен бірге. Оның ішінде самолетке билет алу, гостиница, трансфер, техника арендовать етіп беру, доступ беру, жақсы жерден орын алып беру. G20 мемлекеттер деген сөз, ол дүние жүзіндегі ең бай, ең дамыған 20 мемлекет. Бұл 20 мемлекет дүние жүзіндегі экономиканың
как бы байлықтың 90%-ын иемденетін мемлекеттер. 20 мемлекет дүние жүзінде 100% байлық бар дейік, бәріміздің ақшамызды қосып есептейік, әлемдегі бүкіл елдер, халық тұратын 8 миллиард адамның ақшасын қосып есептейік, осы ақшалардың 90%-і 20 мемлекеттің оборотында жүргі внутренний валовой продукт дейді. Осы мемлекеттер кездеседі жыл сайын, әртүрлі мемлекеттерде. Келесі жылы, қателеспесем, Индияда, Делида или там, не знаю, сол жерде кездеседі. Осы жылы Балиде кездесіп жатыр, Индонезияда. Сөйтеді де талқылайды, экономика дүние жүзінде ары қарай қалай болады, қандай проблемаларды решать етеміз, экология ластануы, табиғи құбылыстар, там кризисті алдын алу деген секілді, соғыс, пандемия, аурулар әртүрлі, мысалы, осындай миграционный политикаларды реттейміз деген секілді өздері талқылайды, заңдар қабылдайды. Сөйтіп, давай осындай политикамен жүрейік деп өздері шешім қабылдайды. Сондай не. Ал біз қалған дүние жүзінде 190 мемлекет, 20-сы әлгі мемлекеттер болса, қалған 170 мемлекет 100% ақша бар дедік қой, соның 10%-і бізде екен да, короче. Вот осындай. Сол мемлекеттер не алады. Соны енді мен бұқаралық ақпарат құралдарына хабарласып жатырмын да, олар, короче, никак интерес білдіріп жатқан жоқ қой. Мен соған өте қатты как бы ренжідім. Бізде, потому что мен айтам, көп ақша кетпейді. Бір телеканал, бір 3 адам жіберсе, нормально. Даже переводчигін бәрін тауып береміз, там техника ұстап отыратын, корреспондент барлығы. И телеканалдарында освещать етіңдер. Қазақстан бар телеканал, Атамекен бар, Хабар, қандай телеканалдар бар Қазақстан, мен көрмейді екен просто. Соны освещать ету керек та. И халыққа көрсету керек, бұл не деген нәрсе, қандай нәрсе, әлемде не болып жатыр, как бы білім беріп оларға, түсіндіріп бүкіл нәрсені. Жоқ, бізде жаңалықты просто кейде шығып тұрады ғой ютубтан, инстаграмда, ютубтан. Ананы зорлап кетті, мынаны өлтіріп кетті, ананы өртеп кетіпті, ана жерде андай болып жатыр, Қайрат Нұртастың шапкасы жоғалып қапты, Төреғали Төреәлінің там концертінде біреу талып қапты, короче, осында. И что, это нормально, что ли? Вот сұрақ, нормально ма осы нәрсе? И осындай жаңалықтар беру арқылы біз ертең нормально үрімпітақ аламыз ба, білімді? Содан кейін ренжімеңдер сендер, почему біздің типа қазақтар бүкіл нәрседен қалып кеткен, экономикадан, білімнен қалып кеткен, типа Қазақстанға барасың, Алматыда мысалы жүресің, біреулер бай болып, там мысалы бір Лексусты, бір нәрсені машинадан мініп алады да, мысалы кафе ресторанда отырады, типа өздері бай бүйтіп шірен, мысалы да, мысалы мақұл бай болсын, оған ешкім ешнәрсе деп жатқан жоқ. Но көпшілігі просто барады, бір жерден сауда-саттық, там магазин, базарда точкалар ашқан, бір оптовый нәрселермен айналысады, Қытайдан киім алып келеді, ана жақтан алып келеді. Үчі, это бизнес, что ли? Вообще, бұл сол бизнес па, мысалы? Соны адам бір достижение деп өмірде көру керек па? Базар жоқ екен онда. Ресторан ашып, тойхана ашып, сонымен сен, ой, мен жетістікке жеттім, осындай болу керек, осындай болу керек деп жүрген болатын болса, онда базар жоқ екен. Ондай елге, ондай бизнесмендерге, ондай байларға, оны мен никак яғылмаймын. Вот Илон Маск, Amazon, там, Джефф Безос, Билл Гейтс, Microsoft. Вот это вот уровень. Олар, мысалы, мақтан алады осындай нәрсе, потому что они создают технологию. Даже одан да көп. Қолданып отқан тиктоктарыңыз, инстаграмдарыңыз, бәрі алгоритм, нужны видеоны көрсету, нужны нәрсені неғылу. Ютубта мен сіздерге қазір шығып отырмын, бүкіл нәрсе, ошибкасы ешқандай проблема болмай. Оның бәрі кім арқасы? Білімді жастардың арқасы. Америкада ондай бір жаңалықтардан, әлгі сияқты жаңалықтар көрсетеді деп мен болады бір көрсететіндер, но оны ешкім көрмейді, даже сіздер просмотрларын көріңіздерші. Қазақстанда көп та, мысалы, бір программалар кезінде қалаулым бір нәрсе деп шығып жатты. Мен қазір просто көрмеймін, еш нәрсені білмеймін. Но мен точно бір білетінім, что-то не так с этой страной. Барлығы гәрбичте болып жатыр да, короче. Поэтому бизнесменмен мақтанады біреулер, там TikTok бизнес ашыпты,
осындай зарабатываем там 100 000 долларов bir нәрсе. И чё, ол тикток менен сен не бересің неге болашақ халыққа, елге, ну допустим билеп ән салып, сен біреудің уақытын алып жатсың ғой, по сути, да? Біреудің уақытын ол білімге бөлу керек, ғылымға бөлу керек, кітап оқу керек, не знаю, бір путешествие айналысу керек уақытын, сен оны отнимать етіп жатсың өзің бір тупойский, кешіріңдер, да? Тупойский контент жасау арқылы сен біреудің уақытын алып жатсың, біреудің энергиясын, кішкентай балдардың. И чё, ол ертең тұрады да, ол ғылыммен, біліммен, технология создавать етуге, не знаю, машина істеуге, бір нәрсемен, бір возобновляемый технологиялармен айналысуға тырыспайды. Ол тұрады да, вот все, мен тиктокер болуым керек, короче, все. Мен ресторан ашуым керек, мен базарда точка ашуым керек, өзімнің киім брендімді ашуым керек, и все. Этим заканчивается, короче. И чё, біреуге керек па ол нәрсе мысалы? Так что, ешкімге ренжімеу керек. Егер де мен ойлаймын өзіңіз Қазақстанда бір хуже болып жатса, көп адамдарда енді жақсы ғой, бірақ жаман өмір сүретіндер де бар, өкінішке орай ақшадан ақша қиналатын. Енді оған өзіңіз кінәлісіз. Әр нәрсеге мен түсінгенім өмірде адамның өзі кінәлі. Өзі кінәлі, айналасы кінәлі ол нәрсеге. Коррупция дейді, ол коррупцияны алатын адамның, ол беретін адамдар да бар ғой оны. Ешкім оны әкеп бер деп айтпайды ғой, кезінде өзімде финансовый полицияда істедім. Адамдарды заявление жаз деп көндіре алмайтын еді ол кезде. Ой, заявление жазып, ертең сотқа барып тұруың керек па, ертең ол маған үйтеді ғой, бүйтеді, туысқандардан ұят болады, анау мынау деп. Жоқ, жазбаймын мен заявление дейді. Мысалы, да, біреу взятка алып жатыр, короче. Мысалы, бір әкім тендерге бір нәрсеге не алып жатыр, бизнесмен жаза ма заявление? Жазбайды. Кімге керек ондай проблема? Мысалы, да, осындай нәрсе. И так барлығы поощрять етеді. Все, әркім өз нәрсесіне өзіне кінәлі. Поэтому мен өмір сүргім келмейді Қазақстанда вообще. Короче, тошнит бар, шынымды айтайын, мен көп нәрсе айта бермеймін, бүйтіп жамандап, кешірім өтінемін. Бірақ реально айтайын, менде батарейка отырып жатыр ғой деймін, телек батарейкам отырып жатыр екен. Кішкентай қалыпты. Әңгімемді бітіре салайын, ренжімеңіздер. Осында жүрек айниды да уже, там көргім келмейді, адамдарды көргім келмейді. Бір машинада өтіп баратқан уақытта саған бүйтіп қарағандарын көргім келмейді, сондай нәрселер. Не знаю, пробкада тұрып, адамдардың жынданып, бүйтіп бірін-біріне жол бермей, бірін-біріне айқайлап, ондай нәрсені көргім келмейді, ондай жерде өмір сүргім келмейді вообще. Өтірік нәрселерді көргім келмейді. Что? Іздеймін. Айта беретін болсам, ондай нәрсе көп. Істегім келеді негізі, контент жақсы, бірақ оған көп ақша керек. Жақсы бір научный телеканал ашып, кішкентай балдардан неғылып, реклама, таргет жіберіп, мысалы, да? Ондай нәрсен бәрін істегім келеді. Команда керек біріншіден, командадан кейін, как минимум бір 10 миллион доллардай оған бюджет керек. Жылына годовой 10 миллион доллардай керек. Салып отыратын, сол кезде качественный нәрселер адамдарды, ракетостроение, возобновляемый жөніндегі технологиялар бар, энергия, возобновляемый энергия. Технологияларын көрсетуге, жалпы любой нәрсені обучать етуге. Сон бәрі годовой 10 миллион доллар, 15 миллион доллар болатын болса, негізі істеуге болады. Чтобы сондай таким образом бүкіл нәрсе өзгере болады. Но, кстати, біріншіден Қазақстанда ондай адам табу қиын, қызығатын ешкім қызықпайды. Мен осында космосқа, жалпы черная дыра, кротовая нора, сингулярность, теория относительности, общая теория относительности деген бар. Сол нәрселердің бәріне жалпы адамдармен сөйлескім келеді, сұхбаттасқым келеді, өзінің теорияларын айтып, әркім өзінің точка зрениесі бар, сондай нәрсемен алмасқым келеді. Ну, кстати, к сожалению, Қазақстанда ондай нәрсемен, короче, тұрады да, жаратушының бәрін нәрсе сөйтіп қоя салады да, таксовать етіп, или там біреулер бір нәрсемен айналысып, соны не алып, күлу, короче.
ешкім нәрсеге қызықпайды. Қызық емес вообще қызық емес. Қош дейді, короче, менімен сөйлескісі келмейді. Поэтому ғой осындай темаларға ешкім сөйлескісі келмейді менімен. Осындай достар, сол секілді не дейтін еді, просто барлық нәрсе андай болып кетіп бара жатыр. Кішкене андай бір сөздер қолдана берейін, в жопу идет дейді ғой барлық нәрсе. Барлық нәрсе Қазақстанда в жопу идет, просто вниз. Адамдар, мысалы айтайық, бір жерде қиналып жатыр, газ, көмір таппай жатыр үйін жылытуға да. Бізде 100 миллион теңге, 1 миллиард теңге бөліп, Нұр-Сұлтан дейді, Астана дейді, қайтып Астана дейді, қайтып Нұр-Сұлтан, короче, непонятно. Конституцияны бір өзгертеді, екі өзгертеді. Қазір 1 жылдық қылып жатыр ғой конституцияны, типа 1 рет сайланатын 7 жылдық қылып. Ертең отвечаю, 7 жылдан кейін қайтадан 2 жылдық қылып өзгертеді. Біз сол кезде ошибаться еттік деп. Это нормально. Америкада конституция 23-24 рет өзгеріс енгізілді ма? 200 жылдың ішінде. Қазақстанда 1300 рет па енгізген ғой уже. 20-25-30 жыл болған жоқ. Просто черновик. Потому что айтып отырмын да, в жопу идет барлық нәрсе. Обещание, ертең жақсы болады, ешқашан жақсы болмайды. Барлық нәрсе, қазір сіздер сатып алып жатқан киім, үйлеріңіз соғып жатқан, үйлеріңіз барлығы соғып жатқан, және шетелдерден әкеліп жатқан товарлар, бүкіл нәрсенің бәрі ақша, ол мұнай мен газдың ақшасы. Мұнай, газ, алтын не сатып жатыр өзі? Ел, жердің астынан бәрін шығарып сатып жатыр ғой. Сол алады, шетелге сатады, сол доллар болып келеді бізге, Қазақстанға, долларға сатады ғой, доллар болып банктер алады ғой, мысалы, национальный банк, мемлекет алады да доллар. Ол долларды банктерге береді кредитқа. Банктерден сіздер аласыздар кредитқа, теңгемен аласыздар сіздер. Теңгемен аласыздар, доллармен арасыздар, сөйтесіздер де соларға барасыздар да шетелден не сатып аласыздар, мысалы. Осындай нәрсе да, короче, айналып келе жатыр да, еш нәрсе. Мен кешірім өтінемін, мен болашаққа болады дегенге мен как бы сенбеймін уже. Уже поздно болып кетті да, слишком қатты поздно болып кетті. Кеш болып кетті бүкіл нәрсе. Кеш болып кетті, мен жаль, что осындай нәрсенің бәрін кеш түсініп отырмын. Жаль, что бір единомышленниктер таба алмадым. Жаль, что мен де осындай оқуым керек, семья, бала-шаға деп тоже өмір сүру керек бізге де, мысалы. Осындай бір нәрселермен айналысып кеттім да, и вот кішкене бір, я не знаю, как бүкіл проблеманы решать етудің, но мен жалғыз өзім решать ете алмаймын ондай нәрселер. Бірақ уже күннен күнге поздно болып бара жатыр. Менде 12%-те қалыпты. Ладно, барлықтарыңызға сау болыңыздар. Кешірім өтінемін, сұрақтарыңызға кейін жауап беремін. Қараңғы болып тұр, қазір яркость көтеретін болсам, телефон батарейкасы тезірек отырады. Еще қызып тұр менде, күн ыстық. Барлықтарыңызға сау, рахмет. Кешіріңіздер осында критиковать етіп жатқаныма, көп критиковать етпеймін, просто іштен шығып жатқан нәрселер ғой енді. Айтамыз, қоямыз, бәрі ертең ұмытып кететін ол әңгімелердің барлығы. Жақсы, сау болыңыздар, давайте, пока.